Хабар арнасында орталық хабар бағдарламасы. Менің арманым Абылай ханның табағын, Шыңғыс ханның таяғын, Қазбек бидің шапанын, Күлтегіннің сына қашаған қаламын табу. Арманым неткен алып еді. Хәй өзімде бір. Ассалаумағалейкум ағайын. Қайырлы кеш емес, қайырлы түн достар. Бүгін орталық хабардың 4-ші шығарылымы. Қазірдің өзіне біреу мақтап жатыр мені, рахмет. Біреу даттап жатыр, тағы да мені. Ал бағдарламамыз сөз жоқ, супер! Не айтып қойдың. Негізі сөзбен емес, іспен дәлелдейік, кеттік онда. Айтпақшы, аңдатпа. Сізді болашақ күтіп тұр. Сыртта білім абыройы, қыз ұятынан қымбат па? Памперс киген әкім, жындылар қолдан тәрбиеленеді. 900 градустық содыр, от көп болса, өрт көп болады. Рахат Нұрлыханов, біз таптық, ол келді. Орталық хабар, осының бәрін ортаға тастайды. Сен әлі шаласың ел. Сен әлі баласың, ақмақсың. Сен барып тұрған мақұлықсың. Айтыңыздаршы, мына сөздерге кім шыдайды? Кім? Әрине, саентологтар. Сіз 10 минут бойы міз бақпай, мына бір былапқы сөздерді тыңдауыңыз керек, мұқият болуыңыз керек. Сосын келесі 10 минутта ол кісіге сол сөздерді 10 еселеп қайтарсаңыз болады. Енді ол міз бақпауы керек. Бұл психотренинг пе? Жоқ, бұл адамды қолдан жынды қылу. Сюжеттің жарысын өзім айтып жіберген сияқтымын, журналистке де сөз қалсын. Сырты бүтін, іші түтін. Алматы саентологтар бақытқа апарар жол деп ұрандатып шаһар ортасында жұртты жіпсіз байлап жүр. Бұл ұйымның жұмысына заңды түрде тыйым салынған. Соған қарамастан шіркеу тонын теріс айналдырып, бүркеншек атпен қызмет етуде. Әділет департаменті сотқа арызданып, мәжбүрді түрде олардың жұмыстарын тоқтату туралы арызданған. Куда едете? Саентологтар сот шешімін пысқырмай отыр. Жаңа ғимарат Әуезов ауданында адам көзінен таса жерден жалдапты. Бұндағылар қоғамдық қорымыз деп ақталғанмен сөзбен іс мүлде қабыспайды. Ғимарат ішінде саентология шіркеуінің негізін қалаған фантаст Рон Хаббард оқулықтары толып тұр. Вы просто объясните, да. Какая организация? И Что это такое? Что за книги Рона Хаббарда? Саентологтардың сойылын жофтис бастаған заңгерлер соғып отыр. Осылайша сенушілерін сүзікше сорғандар сол қаржымен түрлі халықаралық ұйымдарда қаржыландырып отыр. Сот процесі кезінде саентологтардың қылмысын жіліктеп берген белгілі дінтанушы Елена Бурова бас прокуратурадан бақытқа апарар жол қоғамдық қорының жұмысын сүзгіден жіті өткізуді сұрайды. Әйтпесе төрімізді көздегендер төбемізді оят дейді. Мына бейне көрініс саентологтардың жиыннан үзінді. Топ болып трансқа түскендер түгел шешініп тастаған. Алдымен жер тепкілеп белейді, артынша дауыстап жылайды. Адам бойында үрей үйретін құды бір жындыхана. Бұл медициналық тренингтер арнайы лицензия алу қажеттілігі болған. Алайда аталған директор және оның әріптестері аталған тренингтерге қандай да бір лицензия алмаған. Медеу аудандық сотының үкімімен Азамат Искакова, яғни кінәлі деп табылып, 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған болады. Саентологтардың бұндай жиыны бизнес-тренинг деп аталады. Тек сұрыптаудан өткен қалтасы қалың қолында құзыры барлар ғана қатыса алады. Ескертетін жайт трансқа түскендердің бірі ауыл әкімі. Саентологияның жалпы негізгі атасы деп айтсақ болады Америка Құрама Штаттары. Біздің білуімізше Америка Құрама Штаттары осы тек бүкіл әлемде, сонымен қатар мысалы орталық Азия мемлекеттеріндегі адам құқығына өте көп көңіл бөледі. Неліктен? Өйткені орталық Азия мұнайға өте бай. Менің өзім тапқан балаларым, мен любоймен таластым кеп тұр. Екеуі де қатты батады маған. Қалай ол менің біреу ақ, біреу қара деген жоқ мен үшін.
Көз жасы құрғамаған Гүлшахар Жақыпованың саентология шіркеуімен арпалысқанына 8 жылдан асты. Қауіпті будан қатарларына алдымен жолдасын тартып алған. Іле-шала Гүлшахардың 13 жасар қызы да саентологтар сапынан табылды. Отбасын ойрандаған отағасы тіпті пәтерге деп жинаған $8,000 да шіркеуге санап берді дейді. Жақындарынан тіріде айырылған Гүлшахар. Қанша не болса да енді қыздың ақылға кіргенін тілеймін болды. Саентологияны полностью жауып, вообще бұл неге ендірмеңіздер енді деп ойлаймын. Осы қайтадан ашылып, тағда шаруа жасамасын деп ойлаймын. Бұл ұйым шіркеуге келгендерді тыйым салынған эмметр құрал арқылы тексеріп, психотропты препараттарды қолданған. Это что здесь? Это Все, вышли. И нас удивляет позиция государственных органов. Бұлардың ойы тек билік пен ақша. Біздің мемлекетіміздің тұтастығын іштен іріткен арбаушы күш. Сондықтан құзырлы мекемелер бақылауда күшейтсе екен. Студиямызда тағы да қонақ. Қайрат Лама Шариф басқаратын дін істер агенттігінің өкілі Әсел Күзембаева қарсы алыңыздар. Танысай қой, Голливудтық стилдегі, Ал, қош кепсіз. Сұрақ қойын ба, әлде өзіңіз айта бересіз ба? Өзім жауап бере берейін. Енді біз бүгінгі таңда жаңа қайта тіркеу қорытындысы негізінде осы саентология шіркеуі деп берді ғой, екі діни бірлестігінің құрылтай құжаттарының негізінде жүргізілген, сол құрылтай құжаттарынан жүргізілген дінтану сараптамасының негізінде біз бұл екі діни бірлестікті бүгінгі таңда жаптық. Жаптыңыздар. Алматыдағы саентология шіркеуі бақытқа апарар жол деген қоғамдық бірлестік құрған болатын. Сіздер жаптыңыздар, бірақ олар өзге де тағы да жол тауып отыр. Осыған не дейсіздер? Енді біз діни бірлестік ретінде оларды жаптық, бірақ енді қоғамдық бірлестік ретінде арман қарай қызметтерін ашуға олар құқылы. Бірақ қоғамдық бірлестік ретінде біз оларға сараптама жүргізе алмаймыз. Мынау, сіздер саентологияға байланысты заңсыздықтарды байқап жапқан кезде атақты танымал қорғаушылар Жов, Тис болсын, Фокиналардың өздері саентологтарға кеңес беріпті, яғни лоббишілері өте мықты деген сөз. Бұл негізі саентологияға қарапайым адамдардың қатарынан емес, көбіне қалталы азаматтардың қатарынан көптеп тартылады, көптеп тартылғанда олар көптеп тартады. 200 сұрақтан құрылған Оксфорд тестісі бар. Осы тест жазылған, осы тестілеуге өтуге шақырылған жаңа парақшалар болады. Осы парақшаны олар көшеде таратады, болмаса адамдардың жаңа пошта жәшігіне салып кетеді. Бұған қызығушылық танытқан адам әрине онда көрсетілген мекен жай бойынша сол жерге барып, жаңағы өзінің қандай да бір интеллектуалды қабілеттерін, болмаса қандай да бір кемшіліктерін, артықшылықтарын білгісі келеді. Олардың бастапқы бірінші курстары $50 және былай қарай бірте қалдан шығарта бастайды. Сіз дінтанушысыз, негізі мамандығыңыз. Айтыңызшы, шын мәнінде саентология бақытқа апаратын жол ма? Әрине жоқ, ол бақытқа апаратын жол емес, ол саентология жалпы діни ағымда емес, ол дін емес, ол бизнес деп ашық айтуға болады. Тіпті саентологияда жаңағы пайғамбар, Құдай деген ешқандай түсінік жоқ. Тіпті былайша қарағанда, мысалы үшін дінтанушылар қауымдастығында жалпы дінтану ғылымында қабылданған, белгіленген классикалық дәстүрлі діндерден, мысалы үшін немесе діни ағымдарға тән өздерінің сипаттары болады. Мысалы үшін ортақ культі, діни сенімі, мысалы үшін өнегелік принциптері, қағидаттары болу керек. Бұндай сипаттамалардың ешбірін жаңағы саентология ағымынан байқауға болмайды. Сондықтан ол таза коммерцияға құрылған ағым деп ашық айтуға болады. Сұрақтарға жауап берген Қайрат Лама Шариф мырза басқаратын дін істер агенттігінің өкілі Әсел Күзембаева. Бостондағы басқын ақшта Барак Обама билік құрған дәуірде орын алған алғашқы теракт ретінде тарихқа енген жарылыс болды. Патриот күніндегі дәстүрлі марафонда ресми дерекке сенсек, 3 адам қайтыс болып, 170-і жараланды. Жарылыстың түтіні сейілмей жатып, бұны тағы да таяу шығыстың түкпірінде жүрген діни экстремистер жасады деп жеңіл айта салды. Тергеу, зерттеу болмай жатып,
діни дегенге назар аударту, астарында исламға қарсы өшпенділікті ояту жатпаса болғаны. Екіншіден, теракті жер талғамайды екен. Қанша жерден бекінісі мығын болса да, ақшта жарылыс болды. Тыныштықтың қадырын білмей жүрген отандастарымызға бұл да ой салса керек. 21 ғасыр құлақ естіп көз көрмеге дүниелері болып жатыр. Бізде Алматыда қараңыз, бұлай қарағанда жігіт қызды көлігіне байлап сүйретіп апара жатқандай. Бірақ куәгердің айтуынша қыздың өзі көліктің артына қолмен жабысып алған. Бұндай нәрсе тіпті үнді киносында да болмайды. Бірақ анық-қанығын кім білген? Айтпақшы, есіме ең түсті, бұл видеоны YouTube-қа жүктеген азаматты біз таптық, және ол азамат алыста жүрген жоқ, жанымызда жүр. Қарсы алыңыздар, біздің операторымыз. Көріңіздер, ақпараттың толыққанды мәлімет білетін боламыз. Жігіттің есімі Руслан, қазір жұмыс істеп отыр, біздің орталық хабарды түсіріп жатыр. Көрдік оқиғаны. YouTube-та өзің жүктедің ғой, иә? Қалай болды, не болды, толыққанды айтып өтсең. Алматы қаласында Абай көшесінің бойында машинамен кетіп бара жатсақ, бір жеңіл көліктің артында бір қыз жабысып кетіп бара жатыр. Сендер ойладыңдар, жабысып кетіп жатқан көрініп тұр ма анық? Жоқ, біз ойладық, байлап алған сүйреп бара жатыр деп. Автокөлік иесі. Автокөлік иесі. Одан кейін тоқтатып қарасақ, байланбаған, өзі ұстап алған екен. Өзі ұстап алған. Ал көлік иесі қандай жағдайда екен? Көлік иесі есігін ашпай шықпай отыр. Қорқты? Қорқты. Біз әзер дегенде есігін ашып алдық. Не дейді ол? Байқамаған? Жігіт байқамаған, қыздың жабысып келатқан. Ал қыз қандай жағдайда болды? Ішімдік ішіп алған шығар, мүмкін немесе денсаулығында сәл ақаулар бар шығар? Білмедік ол жағын. Түсірдің, бірден осы жағдайды YouTube-қа жүктеп қойдың. Достарың не деп жатыр оған? Достарым? Айтқан жоқсың, тек қана бірінші рет бізге айтып жатсың ғой. Көрдіңіздер ғой, құрметті көрермендер, біз ақпаратты толыққанды видеоға YouTube-ға жүктеген азаматтың, яғни Русланның аузынан естіген болатынбыз. Балалар, болашақ бүгіннен басталады. Сендер біздің болашағымызсыңдар. Болашақ сендердікі. Осындай мотивациялық сөздерді әсіресе менің құрдастарыма мұғалімдері әбден айтты. Қазір ер жеттік, есейдік, кезінде уәде еткен болашақ қайда десек, сыртта шетелде күтіп жүр екен. Ендеше бару керек оған. Бұл нәресте Мануэль. Әкесі Джакопонг Джиттавич атты тайландық. Шешесі қазақ. Австралияның Гриффит университетіне білім алсын деп жіберілген болашақ бағдарламасының стипендияты Сағынай Батырханова. 1992 жылдан бастап бүгінге дейін болашақ бағдарламасымен 9000-ға жуық қазақстандық әлемнің 33 еліне жіберілді. Сапалы білім алған, білікті маман болар, елдің болашағына адал қызмет етер деген үмітпен. Үміт артқандардың кейбірі сенімді ақтады, кейбірі орта жолдан сүрінді, кейбірі тіпті жерге қаратты. Осы күнге дейін 333 студент болашақ стипендиясынан түрлі себептермен шеттетілді. Бұл азаматтар міндетті түрде жұмсалған қаражатты қайтарады, себебі кепілдікке мүлік қалдырылады. Ал енді көбінесе бұндай жағдай негізі мына бакалавриат бағдарламасы бойынша білім алған студенттер арасында жиі кездесті. Мемлекет болашақтан қаржыны даяп жатқан жоқ. Жыл сайын әрбір студентке ел қазынасынан 5,5 миллион теңге жұмсалады. Шетелде жүргенде көрдік, ең көп стипендия алатын бірінші арабтар болды, екінші қазақтарды көрдік. Алайда, сол қомақты қаржыны желге ұшыратын жастар жоқ емес. Мәселен, 50-ден аса болашақтық отанға оралудан бас тартқан. Қазір ол түлектердің қайда, не істеп жүргендері беймәлім. Аузы күйген үрлеп ішеді. Ендігәрі мұхит асқан білімпаздардың кері қайтуын ұлттық қауіпсіздік комитеті қатаң қолға алмақ. Кешегі үкімет отырысындағы шешім осы. Мына болашақ бағдарламасын бітіріп, біз мемлекеттің ақшасын шығарып отырғаннан кейін, олар бітіріп кеткеннен кейін міндетті түрде біз енді соған тапсырыс бергеннен кейін сол азамат сол жұмысқа тұру керек, орналастыру керек. Мемлекет артқан сенімді ақтаған азаматтардың бірі Қуаныш Ерғалиев. ақш-та медицина саласы бойынша білімін жетілдірген. Қазір денсаулыққа жауапты министрлікте қызмет етеді. Қазақстанда университетті бітірген кісінің белгілі бұл сана қалыптасады, характер қалыптасады. Ал жас балалар болғандар, барғандар, олар енді өкінішке орай әлі дайын емес болғандықтан сол жерде
қалғысы келеді жаңағы сол жердің жаңағы шарттарын алданып қалады. Болашақпен бітіріп келгендердің 20% мемлекеттік құрылымда, 21% ұлттық, 55% жекеменшік компанияларда жұмыс істейді. Солардың бірі Ерден Шаймерден, Малайзияда ақпараттық технологиялар саласы бойынша оқыған. Азамат ретінде ақпараттық технологиялар басқа министерствоға бар жұмыс істесем, қаншалықты мен дереу пайдалы болып кетемін. Соны ойлану керек сияқты. Қазір енді жеке салада жүргенде де белгілі бір салық төлейміз, жұмыс орындарын жасап жатырмыз. Халыққа солай да пайдамыз келтіру керек деп ойлаймын. Тек қана бәріміз министрлікте де жұмыс істеп, басқа да жолдары бар да енді мемлекеттің дамуына атсалысуға. Көңіл қуантарлығы Ерден Шаймерден қазір кәсіпкер. Бас қаланың 4 бұрышынан табанан атты дүкендер желісін ашқан. Тәтті нанның түр-түрін пісіреді, сатады. 20-ға жуық жанды жұмыспен қамтып отыр. Ал көңілге қаяу салар оқиға былтыр болды. Болашақ бағдарламасымен білім алуға кеткен қазақ қызы қаза тапты. Ең сұмдығы азаматтық некедегі тайландық сүйіктісі пышақтап тастаған оны. Сағынай Батырханованың қаныпезер күйеуден тапқан ұлы Мануэль қазір Өскеменде өсіп жатыр. Шет елде біздің азаматымыздың жүріп тұрысы. Өйткені біз мемлекеттен қанша қаруар ақша бергеннен кейін ол жас азаматтың жүріс-тұрысы дұрыс болу керек. Егер жүріс-тұрысы дұрыс болмайтын болса, дер кезінде ақпарат беретін болса, ол балдарға ескерту, болмаса ол балдарды ол елден шақырып алу мәселесін жолға қоюымыз керек. Расымен болашақ үшін болашаққа бала жібергенде білімімен қатар әдебімен әрекетіне де қатаң талап болған абзал. Өйткені шетелде жүрген қазақстандық күллі қазақ мемлекетінің бет бейнесі, күллі қазақ мемлекетінің имиджі. Мақпал Мадиярова, Ақылбек Шалжанов, арнайы орталық хабар үшін. Болашақ тақырыбы. Бүгін студиямызда Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі стратегиялық жоспарлау және ақпараттық технологиялар департаменті директорының орынбасары Ақерке Аблайхан ханым қарсаңызда. Бірден соқтан бастап кетейік. Болашақ тақырыбы қазіргі таңда көп талқыланып жатқан тақырып. Біреулер айтады, болашақтың талабы жылдан жылға күшейіп бара жатыр дейді. Ал екіншілері керісінше төмендеп бара жатыр дейді. Болашақ бағдарламасы шеңберінде бүгінгі күнге дейін қойылатын талап өзгерген жоқ. Тек қана бұл жерде болашақ бағдарламасы бойынша былтырғы жылға дейін бакалавриат бағдарламасы бойынша мектеп бітірген түлектер жіберілетін болса, бүгінгі таңда магистратура, докторантура бағдарламасы мен сонымен қатар шет елге тағылымдамаға еңбек өтілі бар мамандар барып жатыр. Ағылшын тіліне қойылатын талап әрине квота бойынша бұл жеңілдетілген. Яғни әрбір квота бойынша топтарға шет елде 6 айлық 1,5 жылға дейін тілдік дайындық курстан өту мүмкіндігі бар. Сондықтан болар сондай ойдың қалыптасуы, ал жалпы алғанда болашақ бағдарламасын талап өзгерген жоқ, конкурстық іріктеу сол 3 турдан тұрады. Түсінікті. Анау Алтынай Сағындықованың қайғылы өлімінен қандай сабақ алдыңыздар? Сіз айтпақшы, бір сұхбатыңызда айтыпсыз, яғни 20 жастан аспаған қыздарымыз шетелге бармау керек депсіз, әлде сол пікірде қалып отырсыз ғой? Біздің ата заңымыз бойынша әрбір азамат шетелге шығуға құқысы бар. Сондықтан бұл ата-аналарға менің берген кеңесім болатын. Өзімнің жеке ойым, бұл қандай да бір біздің министрліктің ұстанымы емес. Сондықтан жалпы енді шетелде өзім білім алдым, сол жерде оқыдым. Оқып жүріп, жас мектеп бітірген, басқа мемлекеттерден келген жас қыздардың тәртібін, жүріс-тұрысын көріп, мен өзіме сонда ой түйдім. Жалпы бұл менің ата-аналарға беретін өзімнің жеке кеңесі. Кеңесіңіз, ата-аналар, жібермеңіздер қыздарыңызды. Керісінше 20 жастан асқаннан кейін, оң солды білгеннен кейін, тек қана білім алу мақсатында ғана жіберсеңіздер дұрыс дейсіз ғой? Дұрыс деп ойлаймын. Мен де сіздің пікіріңізге қатты қосыламын. Қазақтың намысы ол біріншіден Қарагөз қызының намысы. Намыс жайлы мәжілістегі ең намысты көкеміз Бақытбек Смағұлдан сұрайық. Ағамыз ортамызда. Ассалаумағалейкум.
Студиямызға қош келіпсіз, аға. Бірден сұрақ. Көпшілік айтады, шетелге оқу грантын жеңіп алған қыз оқып жүр, ол бөлек әңгіме. Ал екіншісі сол жаққа барып күйеуге тиіп кеткендер, ол бөлек әңгіме дейді. Екеуін бірігіп айтқан дұрыс емес дейді, біріктіріп. Бұл қаншалықты дұрыс? Жоқ, оны бөліп жарып қажеті жоқ деп ойлаймын. Жалпы жастарымыздың батыс мәдениетіне бой алдырып санасының уланбауы үшін оларды ең алғашқы жібере алдында іріктеу мәселесі ерекше көзге бірінші көрінуге тиісті. Олардың мысалға қандай мақсатпен бара жатыр, дүние танымы қандай, ой өрісі қандай, оны іріктей білу керек. Ұлттық сана сезімі қандай. Біздің мемлекетіміз оны шетелге барып өзге біреуден бала тууға емес, керісінше білім алып халқына қызмет жасауға жіберген жоқ еді. Міне осы мәселені біз ерекше қолға алуымыз керек. Ал қарындастарымыздың, қаракөз қарындастарымыздың керісінше мысалға бір жақсы оқитын, өте әдемі қыздарымыздың шетелден барып осындай бір ауыр қазаға ұшырап жатқаны қайғылы оқиға жан түршігерлік нәрсе. Сондықтан да бұл іріктеу мәселесіне біздің ұлттық қауіпсіздік комитет болсын, және бұл жерде біздің елшіліктер оларды жіті қадағалап, ата-анасына, отанымызға белсенділік танытып, қандай жағдайда олар оқып жатыр, немен айналысып жатыр. Осы мәселелердің барлығы да бірінші кезекте болу керек деп ойлаймын. Келісесіз ба? Сіздің сөзіңіз дұрыс. Сол жерде білім алып жатқан Қазақстан азаматтарын біз міндетті түрде немен шұғылданып жүр? Соған жалпы бақылау жасауымыз қажет. Түсінікті. Олардың мысалға ең бірінші мысалға тіл білу мәселесі, ұлттық құндылықтарға қаншалықты жақын, бойында қандай сүйіспеншілік болу керек, тәуелсіздік таңын арман қарай мәңгілік ел етуге қалай жұмсау керек. Соның барлығын мемлекет оны тапсырма бергеннен кейін олардың өзінің борышы деп санауға тиісті деп ойлаймын. Австралияда оқып жүріп, қайтыс болған Алтынайды айтпаса болмайды. Сіздің нұсқаңыз қалай? Оны неге өлтірді? Біріншіден, ол өзінің адал жарын таңдай алмады. Себебі, мен жаңа айттым ғой, ең бірінші мәселе ол білімге ден аудару керек еді, және оның басқа некеде тұрғанын қазақтың асыл қызы тани білу керек. Қандай бір мықты болмасын, ол өзге елдің адамы, өзге елдің адамы. Ондай азаматтарымыз, аптал азаматтарымыз алаш жұртында жеткілікті ғой. Сондықтан да ол ең бірінші мақсат ол қыздың, адасу, енді сөзіміз ауыр болмасын. Тәрбиеден мысалға. Ол шетелдің қызымен, жігітімен мысал қарым-қатынас жасасын, сөйлесін, білім аралассын, бірге жүрсін. Бірақ отбасын құру деген ол үлкен қателік деп ойлаймын. Менде бір сұрақ бар да, мысалы, сіз айтып жатсыз, Ақерке ханым, біз барғаннан кейін барып сол жақта не істеп жатқанын тексереміз, іс әрекеттерін қадағалайтын боламыз деп. Ал осы жақтағы Бақбек айтпақшы, барар алдындағы кездесуде айтылатын ойлар, онымен сұхбаттасқан кезде алдын алуға болмай ма осы мәселелерді? Қандай студент жіберейін деп жатыр, кіммен деген сияқты? Енді болашақ стипендиясын тағайындау барысында іріктеу конкурсының бірден бір талабы бұл тәуелсіз сараптама комиссиясы әрбір үміткермен жеке әңгімелесу өткізеді. Яғни бұл әңгімелесудің негізгі мақсаты кім, қандай себеппен, қандай мақсатпен шетелге оқуға шыққалы отыр. Сондықтан іріктеу барысында бұл мәселе міндетті түрде ескеріледі. Ал енді жаңағы ақпараттық, ұлттық құндылықтар, ақпараттық насихаттық жұмыс, жалпы шетелдегі оқу туралы қандай мәселеге көңіл бөлу керек, жаңа сіз айтқан елшілікке қатысты ақпаратты, тиісті ақпараттың барлығы стипендия тағайындалғаннан кейін де студенттермен жүргізіледі әрбір жұмыс. Мінекей, біз екі тараптан өзімізге қажетті пікірлер алдық, ойлар алдық, және ата-аналарымыз көріп отырған көрермендердің ішіндегі болашақта өзінің бала-шағасын шетелге жіберетін ата-аналар өзіне қажетті ақпараттарды алды деп ойлаймыз. Сондықтан әрдайым осы мәселеге келген кезде абай болған абзал деймін. Рахмет сіздерге келгендеріңізге. Рахмет. Бүгін бізде тағы да қызықты айдар, бірақ тауықтар тумапты. Жұмыртқа жоқ, сатып алуға тағы да уақыт жоқ, бірақ бізде ақша бар, солай ғой? Солай. Және де бұл қызықты тәжірибені жасайтын менің жаңалықтар қызметіндегі әріптесім, тілші Жігер Сәрсенов. Ал, Жігер, студиямызға қош келіпсіз. Сізде де ақшалар бар, менде де ақша бар. Және бір қызығы, мен қазір отырпен ақшаны жандырып көрейін, Кәнеке көрдіңіз? Ау, көрейік, Жанат, көрдік, Бірақ та құрметті көрермендер, Жігерде де ақша бар. Ол ақшаларда жанады. Бірақ та сол қалпында қала береді. Ешқандай зиян тимейді ақшаларға. Неге? Өзі көрсетсін. Көрейік. Мен қолымда кәдімгі ақша, қолдың кірі дейміз ғой.
Бұл жолы сол қолдың кірін өртеп көрейік. Жана ма екен, жанбай ма екен. Міне көрсеңіздер. Жумаймыз, естеріңіз болсын. Жумаймыз, тек өртейміз, иә? Қалай? Ол үшін бізге қажеті міне мен қолымда 3 купюра тұр. Содан соң кәдімгі этил спирті. Ол барлығын құямыз. Құямыз түгелдей. Яғни 2 стақан. Бізге керек болғаны су. Бұл ас суы, кәдімгі үйде қолданатын. Бұл спирттің деңгейімен бірдей болу керек. Құйдық. Шамасы келді ау деймін. Және асханадағы тұз, ас тұзымыз. Оны екеуіне де араластырамыз ба? Жоқ, бұны суға құямыз. Қандай мөлшерде? Бұны енді көбірек болса жақсы. Көбірек болса өте жақсы болады. Ақша жағған кезде бір жалыны кәдімгідей көріну үшін. Жалыны көрсету үшін тұз құямыз. Тұз саламыз, әрекеттесу үшін ғой бәрі. Екеуін араластырамыз. Химия болып жатыр бізде. Ал, қызық болып жатыр шынымен көрейікші. Спирт құйылды мінекей. Енді міне көрдіңіздер, ақша өзгерген жоқ. Маңыз жоқ, қандай ақша болса да, ең бастысы 30 секундқа саламыз. 30 секундқа ал кетіп санайық. Сіздің қолыңыздағы сағатпен көрейік. Эксперимент есі, тәжірибесінің өз сағатымен көрейік, сол дұрыс болады. Біз сағатты жарнамалап жатқан жоқпыз. Мына жерге келу керек қой. Енді отызды дайындап отыр, жандыруға. Дайын болған сияқты. Кет! Ал. Бірден жағуға дайынбыз. Ақшаларды алдым. Көрдіңіздер, ақша жанды, бірақ қолға ұстап көрейік. Жанғанмен ақшалар өз қалпында қалды, тек кеттірсек болды, қайтадан дүкенге бар өзімізге қажетті дүниелерді сатып алуға болады. Көрдіңіздер ғой, ұнады ма? Біздің теңгеміз ешқашанда өртенбейді, әрдайым өз қалпында қала береді. Ешқашанда жанбайды. Бүгін бізде қонақта болған орталық хабарда естеріңізді сала кетейін. Жаңалықтар қызметіндегі менің әріптесім тілші Жігер Сәрсенов. Рахмет. Оның температурасы 800-900 Цельсий градусқа дейін барады. Оның түтіннің құрамында азот көмір қышқыл газы болады. Стоп! Біз мәселенің ішіне тым бойлап кетіппіз. Менің айтып отырғаным от болатын. Оттың іші. От көп болса не болады? Астана 2013 жылдың 14 сәуірі. Ымырт кеш. Бауыржан Момышұлы көшесінің бойында орналасқан мына шағын сарай кенет көк түтінге оранды. Өрт сөндіру қызметі жедел жетіп, тілсіз жаумен арпалысады. Ал жиылған жұрт қызыл жалынды көріп, жүрегі бір сәтке тоқтаған кейуанамен әуре. Сол сәтте лаулаған от ішінде шына шақта 2 баланың шырылдап жатқаннан бәрі бейхабар еді. Үлкені 2 жаста, кенжесі күні кеше 40-нан шыққанды. Амал не, қысқа болды ғұмырлар. Тілсіз жауды жазғырамыз-ау, бірақ әлі есі кірмеген бала мен бесіктегі сәбиді қараусыз қалдырған ата-ананың жауапкершілігі жаныңды қынжылтады. Балаларды ата-аналары қараусыз жаңағыда тастап кетіп, өрт алдын ала болжам бойынша осы пеш жаққан кезде өрт қауіпсіздік ережесі сақталмағаннан болып отыр деген болжам бар. Елордада мұндай тұрғын жайда тұрып жатқан тұрғын көп. Барлығындағы үй жылытатын пештердің сыйты сұрықсыз. Әрине, өртке қарсы қызмет мұны ескертті, бірақ елеген ел аз әзірге. Бұл 2013 жылдың 7 сәуірінде Қарағанды қаласында болған оқиға. Шамамен сағат тілі 15-ке жақындап қалғанда Самал сауда орталығы отқа оранады.
Екінші қабаттағы қоймада тұтанған қызыл алау алакеуінде шатырға дейін жетеді. 100-ге жуық адам жұмылып, 40 техника жабыла су шашса да, өрт шырмауын қоймады. 2000 шаршы метр жерді шарпыды. 15 адам қауіпсіз жерге көшірілген. 3 сағаттық арпалыстан соң тілсіз жау ауыздықталды. Бұл базар бір емес, 15-ші мәрте өртеніп отыр осымен. Себеп өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталмауы, біреулердің сарандығы. Ол мүмкін біреудің қасақана өртеуі болар, я болмаса электро құрылғылардан, я болмаса жаңағы әртүрлі электро бұйымдарды дұрыс пайдалана білмегендіктен техникалық ақаулардың болуынан болуы да ықтимал. Бір қызық жай, Шымкенттегі жиі өртенетін сауда орталығының да атауы Самал. Түрі де, түсі де ұқсас. Есін білмедік. Оңтүстіктегі сауда кешені 2009 жылы алапат болып өртенді. Саудагер жұрт көше кезіп, біразы өлмектің күйін кешкенді. Машина сыймайды бар отаға. Машина сыйғанда бар отаға машина кіргенде біздің мына екі этаж жанбас еді. 2012 жылы ел аумағында 17 мыңға тарта өрт оқиғасы орын алған. Мұны 2011 жылмен салыстырсақ, 11% артқан. Ал жалпы шығын мөлшері 5 миллиард 615 миллион теңге. 521 адам қаза тапса, оның 59-ы балалар. Ұққан шығарсыз енді, нәсіп еткен суды өрт өршімей тұрып себу керек екенін. 17 жылдан бері өрт сөндіру саласында қызмет істеп келе жатқан талай жанды құтқарған Астана қаласы нөмірі 9-шы өрт сөндіру бөлімінің бастығы Ахмет Садық мырзаны қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Қош келіпсіз студиямызға. Мынау өрт сөндіру бөлімінің бастығы деп жатырмыз. Бастығы ғой? Солай болады. Өзгермеді ме әлі? Өзгерген жоқ. Түсінікті. Енді Құдай сақтасын, сол өрт жанып жатқан жерде болмапты, немесе өрт болып жатқан үйдің жанынан табылмапты. Бірақ өрт болып жатқан кезде қандай жағдайлар болады? Ауасы, қысымы қалай ішіндегі? Қызуы өте жоғары болады. Өте жоғары болады. Екіншіден қою түтін ештеңе көрмейді. Соның көрінбеген жағдайда осы аппаратты киіп, осының арқасында жаңағы қою түтін ішіне кіреміз. Яғни бұл тыныс алуға өте тыныс алуға жеңіл, ыңғайлы. Жұмысын жеңілдетіреді ғой өрт сөндірушінің? Әрине, оттың алдын алуға жеңілдетеді. Салмағы осы қазір киіп тұрған күйінде 18 килограмм болады. Мынау өрттен аман алып қалады ғой, жанбайды ғой? Жанады, өрттен жанады. Бұл 1000 температураға, 1000 градус температураға шыдайды, бірақ 3 минуттың ішінде. Ол жаңағы наны тігетін фирмалар, олар испытание жасайды ғой, сол кезде ғана. Сынақтан өткізген кезде 3 минутқа максимал түрде шыдай алады. Енді жеке өзіңіздің өміріңізге оралайықшы, мынау өрт сөндіру саласында қанша адамды құтқардыңыз, қанша адамды құтқара алмадыңыз? Құтқара алмадым деп айта алмаймын, бірақ құтқарған адамның есептеген жоқ. Санап жүргізбедіңіз. Қуанышты сәттер өте көп. Әрине. Енді ең маңыздысы дейік, аман қалу үшін не істеу керек, қандай шараларды қолдану керек? Енді біріншіден жаңағыдай үйде өрт шыққан кезде байқадыңыз ғой да, түтін шығып жатыр, қатты қою түтін. Жаңағыдай орамалды, матадай болмаса суға малып, сосын бетіңіз жауып, үйдің есігінен шыққан кезде үйдің есігін ашып тастап кетпеу керек. Есікті жауып қою керек. Неге десеңіз, оған қалай айтамыз, кислород үйге кіреді ғой, ашылғаннан кейін, одан өрттің жалыны көбейеді. Сондықтан есіктерін жауып қою керек. Біріншіден. Екіншіден, я болмаса қолыңызға ондай нәрсе түспейтін болса, еңкейіп полға еңбектеп дейміз ғой, қараша айтқанда. Еңбектеп шығып, есік жауып қою керек артынан. Сосын әрине бізге уже орталыққа хабарласу керек, 101-ге. Құрметті көрермендер, бүгін бізде орталық хабарда Астана қаласы нөмірі 9-шы өрт сөндіру бөлімінің бастығы Ахмет Садық мырза болатын. Алдағы сюжеттің кейіпкері спортшы, грек-рим күресінің шебері, қоян қолтық ұрыспен аз шұғылданбайтын Тұрлыханов. Сіз қай Тұрлыхан деп отырсыз ғой? Дәулет Тұрлыхан дейсіз бе? Жоқ. Ол Тұрлыхановтың інісі Рахат Тұрлыханов. Көрмей кеткен бір бейне туралы азем, кешіріңіздер, аз кем ақпарат. Мен жаным аңсадым.
1999 жыл құлағынан наушнигі түспейтін жастардың шоғыры енді ғана бой көрсете бастағанда, балиғат жасқа енді ғана толған Рахат Тұрлыханов сахна әлеміне шықты. Сосын бірінен кейін бірі Рахаттың аузынан шыққан әр ән хитқа айналатын болды. Асылы жеменің, асқарлы белім, сөздеріңді сенің құлағыма құйып келем. Асылы жеменің. Әжесіне арнап ән жазды. Әжем деп әндеткен немере сосын Азиом деп жырлады. Азиом, шалалалалала, азиом, шалалала. Жас талант бозбала сәтінен бастап-ақ осылайша танымалдылық табалдырған тез аттады. Алтын диск байқауының жеңімпазы 2000 жылдың есімі болып жарияланды. Дәл сол жылы Роман атты альбомында шығарып үлгерді. Мәскеу, Бішкек пен Ташкент тұрғындарына барып, жүздеген концерт берді. Әрі қарай тасы өрге домалай берді. Оның сыныптастары 2001 жылы аттестат алып жатса, бұл кезде Рахат Әл-Фараби атындағы университеттің 3-ші курс студенті болатын. Сосын Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық басқару академиясына түсіп, мұнай бизнесі мамандығын алды. Тағдырдың жазғаныма Құдайым сыйған берген, бақышыңден нәзік гүлім сен. Шынында тағдырдың тартуы шығар. 2003 жылы белгілі бизнесмен Болат Әбілевке күйеу бала болды. Арулардың ішінен бір өзіңді Таңдады да алды. 2 перзентті болды. Мұнай компаниясында директор болып жүрген жерінен Лондонға аттанды. Жай кеткен жоқ. Дүниежүзілік бизнес тақырыбында магистратураға түсті. 3 тұғырлы тілді тең ұстаған экс-әнші Ұлыбританиядағы Қазақстан Республикасы елшісінің 3-ші хатшысы болып тағайындалды. Әнші елшіге айналар ме, тек оған ағылшын полицейлері кедергі болмағанда. Нақтырақ айтқанда, өмірі есіміндей дипломатия қызметкері жол ережесін жиі бұзып, тұманда Альбион тәртіп сақшыларының мазасын алды. Сөйтіп, ағылшын үкіметіне төлейтін айыппұлы 200 фунт стерлингке жеткен. Халықаралық карьерасы сәтсіз аяқталған экс-жұлдызды біздің елдің сыртқы істер министрлігі кері шақырып алды да, бұл саламен жылы қоштасуын сұрады. Осылайша Қазақстан дипломатиясы бір кадрын жоғалтты. Көгілдір экраннан көп көрінбей кеткен Рахат Тұрлыханов енді жастар кәсіпкерлігін өркендетуді жоспарлап отыр. Атамекен одағының жастар кәсіпкерлігі департаментіне жетекшілік етеді. Осы кезге дейін 30-дан аса ән орындап, 3 альбом, 16 бейнебаян шығарып үлгерген Рахат Тұрлыханов міне осындай. Нұрбек Амиша, Ардақ Жасбай, орталық хабар. Ортаға Атамекен одағы жастар кәсіпкерлігі департаментінің директоры Рахат Тұрлыхановты шақырамыз. Тамаша. Дәл өзі. Танысаң ғой. Азиом, жей айтылама қазір отырыстарда кездесуге. Көп атпағанға. Дұрыс түсінікті. Сюжеттегі әнші Рахат пен мен шақырған шенеуінің Рахат, екеуі бір адам. Бұл біздің Рахат. Солай емес пе? Енді қазіргі жағдайдан бастайық. Қазір кәсіпкерліктесің, Атамекен одағындасың. Жастарға кеңес, кәсіпкерлікті неден бастаған дұрыс? Қай кәсіптің түрі қазір табысты көп әкеледі? Осыған жауап берсең. Енді қазіргі кезде өте уақыт және өте көп инвестициялар, инновационный форм бизнестарға беріледі. Біздің ойымша ол экономиканың диверсификациясына өте үлкен мән береді. Келешекте осы қазіргі стартап форумдарына қарасақ, өте көп бизнесмендер, жас кәсіпкерлер әртүрлі бір болмаған патент технологияларын жасап, өздерінің бизнестарын ашып жатыр. Біздің ойымызша осы 5-10 жылдың ішінде келешекте ол өте көп табыс әкеледі. Мен бір таң алып отырған кезіндегі Рахат әнші бөлегет қазір көріп отырсыздар ғой, сөздерде өзгерген, патент, диверсификация, инновациялық бағыт деген қалай екен көзге енді үйреніп жатырмыз. Болады ондай. Енді шетелде көп жүрдің, көп жерлерді көрдің, көп адамдармен араласасың. Әлі күнге шейін сені жаныңа келіп
былай шүйлігіп қарап тұрып қол таңба алатындар бар ма? Кездесе ме ондай жағдайлар? Кейде кездеседі, иә. Мен өзім таңғаламын, көбінесе адамдар көргенде өздері сұрайды, неге ән айтпайсың, қайда жүрсің, қайда жоғалдың деп сұрақтарды сұрағанда өзім таңғаламын. Көбіне көп осы сұрақты қоя ма, әлде осы кәсіпкерлікке байланысты сұрақтарды көп қоя ма? Кездескенде бірінші рет көргендер. Жоқ, әртіс түрінде көреді мен бәрі. Енді көбінесе әртіс болып қалатын шығармын. Өзіңе ыңғайлы ма сол позицияда жүрген? Ыңғайлы, адамдар қалай көрсе, солай көреді, енді мен не істеймін. Түсінікті. Жастар салауатты өмір салты үшін атты қозғалысты басқардың. Жастарға қандай кеңес бересің? Спортпен шұғылдану керек, қандай спорт түрлерімен? Өзің қалай айналысып тұрасың ба жиі спортпен? Жиі айналысып тұрамын. Біздің отбасымыз күресті өте жақсы көреді. Ағамнан бастап. Өзің күресесің бе? Өзім күресем, әртүрлі күрестердің түрлерін айналысқам. Енді ең үлкен кеңес беретін болсам, балаларға осы жақсы көретін әрбір адамның бір спортқа жаны тұратын, сондай спорт таңдау керек. Мынау енді білеміз, палуандар өте көп, танымал палуандар шыққан отбасыдансың. Қазір күресті олимпиададан алып тастайын деп жатыр. Сен пікірің бар ма осыған байланысты? Өте жаман идея деп ойлаймын. Өйткені әсіресе күрес деген өте көп фанаттар бар, сосын адамдар көреді телевизионды. Өте жаман идея деп ойлаймын. Сосын келешекте менің ойымша ондай нәрсе болмайтын шығар. Түсінікті. Бір кездер сен жоғалтып алдық. Жоқ болып кетті, рахат қайда? Жоқ, бір кезде әйтеуір есімізге салдық, көрдік, естідік, білдік дегендей. Әйтеуір қазір бәрі дұрыс қой, бәрі реттелді, бәрі ойдағыдай ғой. Иә, рахмет, бәрі дұрыс. Бәрі дұрыс па? Иә. Енді көпшілік айтады қазір, мынау рахат тағы да ән айтқысы келіп жүр деп, өйткені көп жерлерде байқайды, караокеларда ән айтады екен, дайындалып жүр дей ма, студияларға барып жүр дей ма. Шенеунікпен қатар ешқайда дайындалып жүрген жоқпын, бірақ ән айтқан адамдар ылғи ән айтады ғой. Ал, мысалы, кезінде ажем, асыл ажем деп айттық. Ал сенің басқарып отырған, яғни сен жұмыс істейтін департаментте, атамекенде дейікші, ән айтқыза ма? Ән айтқызады корпоративтерде. Бір корпоративте де иә, мен қолымнан микрофон жұлға өте көп. Қандай жағдайда жұлуға қуат керек рахаттың? Шаршағанда керек. Шаршағанда кезде, басқа жағдайда емес. Басқа жағдайда қиын болады. Халықтың алдына қайтадан келгеннен кейін продакшн ашып жатады. Ой жоқ па продакшн ашып? Продюсерский центр, сондай кішкентай медиа группа деген ой бар. Біздің пікірімше мен жалғыз айналыспаймын, мен және басқа достарым бар. Осы қазіргі кезде ашуға болады, 2-3 айдың ішінде. Оны қарастырып жатырмыз, қалай істеуге болады, кімді раскручивать етуге болады, сосын қандай творчествомен айналысуға болады. Мынау көрермендердің көзінде көріп отырмын біздің халықтың, мына жердегі жас бүлдіршіндердің, біздің көрермендеріміздің қыздар ғой кішкентай, рахат аға бізге бір әу деп жіберсе екен дейді. Рахат аға әу деп жіберсе екен деп жатыр. Көрермендер рахатты көрмегелі көп болды, орталық хабардың арқасында көріп қалдық, бір әу деп жіберсе екен, мына жерде ансамбль тұр деп өтініш деп жатыр да, енді бір ғана қайырмас. Келесі рет оған әдейі келемін. Келесі рет әдейі орталық хабарға Рахат Тұрлыханов ән айту үшін келеді. Сөз бер. Кестік па? Міне, кестік. Қазір біздің арнайы орталық бенд бар, яғни жігіттер құралған 5 аспап, қолдарына аспаптар ұстаған. Тамаша бір әнді орындап берсін, ностальгия болсын. Еске салай, қосылып отырмасақ та мұқият тыңдайық. Рахмет. Рахат Тұрлыханов. Ал енді қоштасу уақыты. Эфирдің бітуіне бір 3 минуттай қалды. Әр нәрсені айтып уақыт соссам болар еді. Одан да YouTube-тан біз тауып алған арнайы бейнеге назар аударыңыздар. Либерализм адам ойының азаттығы мен жеке пікір құқығының болуы. Арасында бұл еркіндік, ізгі, асқақ идеология. Алайда либерализм Қазақстанда өте бір жексұрын сипатқа ие. Мұндағы либералдар өзгенің көзқарасын жоққа шығарып, пікірі келіспегенді иттей қылады. Не ойласаң соны ойла, бірақ ойымыз бір жерден шықпаса, сен маған жаусың. Гитлер басқарған халықтық социалистік жұмысшы партиясының, яғни фашистік идеологияның да бас ұраны осындай болған. Өкінішке қарай жексұрын сипатты либералдар бізде өте көп. Олар
олар айналамызда жүр, виртуалды әлемде өмір сүреді. Бұл либералдар ой еркіндігін мемлекетке қарсы сөз айту деп түсінеді. Билікті қаралап, боқ жағу, аузына келгенді айту. Міне, олардың ойынша бұл нағыз либерализм. Ал әділін айтсаң, әлсіз мемлекетіңді қорғасаң, сенің өзің боқсың. Жағымпаз, биліктің құйыршығы, тыжы, қорқақ, суайтсың. Осы үшін олар сені асуға, атуға, қорлауға даяр. Либералдар пікір айту мәдениетінен жұрдай. Аргумент, факт деген ұғымдар олар үшін ресейлік газеттің аты ғана. Монитордың ар жағынан Фейсбукте, Твиттерде, форумдарда отырып алып батырсынғандар елде төңкеріс жасағысы келеді. Жаңа өзеннің жағдайын бүкіл Қазақстан кешсе екен деп ойлайды. Бұл либерал сымақтар елдегі тыныштықтан жалыққандар, тойынып құтырғандар. Сақ болыңдар, бұлар нағыз бұзақылар. Ойланып қалдыңыздар ма? Көрдіңіздер ме? Орталық хабар ойландырады, жылатады, қорқытады. Орталық хабар сіздің барлық сезім мүшелеріңізге әсер етеді десең, бүгін маған өзі не болған? Мақтанып тұрмын, жарайды. Сау-сау.